Öyle, tuğan kutlu olsun. Ne isteyip жүрміз, жігіттер? Ne isteyip жүрміз, Ассалаумағалейкум. Ne isteyip жүрміз? Уалейкум ассалам. Давай, жоғалт көздерің. Тез. Бол. Давай. Құрт көздеріңді, екеуің. Бол. Не істеп жүрміз? Кімін алайық? Құттықтап келеміз. Құттықтау деген әңгіме жоқ. Давай, тез. Бол. Давай, жігіттер. Артық кетпей қояйық осы жерде. Қазақтың жігіттері келсін. Болмайды, давай. Жылдамдатайық. Мынандай. Жігіттер, екінші рет мына жерден көрсем. Екеуің бар ғой, мына жерге көміп тастаймын. Жігіттер ұят болмасын. Қазақтың жігіттері келсіндер. Өйткені кішкентай балалар тұр, әйтпесе мына жер қуалап шығатын енді. Давай. Бол. Жігіттер шығып кетіңдер. Мынау менің ағамның үйі. Білдім. Давай. Білдім, бір адам танимыз ғой. Танысаң, давай. Жақсы. Марқұм мейман бол. Болды, арқаңмен Отбасына барып айтын. Бол. Мұқтақ маған емеймін. Жылдамдатайық, әлі тұрсың ғой сен. Енді аяғым кейбір. Пұл, давай. Бол, бұра. Менің ағамның баласы ғой, жаңағы Естай деген бауырым. Ана Арука деген ең кенже жаңағы 4 жастағы қыздың туған күні болған осыдан 3-4 күннің алдында. Сол Аруканың туған күніне поздравить етіп, жаңағы тортын алып, келіндер бар, балалар бар, барған кездегі жаңағы мас күнен еркекпен бірге арақ ішіп, шешесі мас болып ұйықтап жатқан кезі ғой. Соның үстіне түсіп, жаңағы Естай деген бауырым бар, жаңағы жанында келіндерім бар, солардың қуалап шыққан жері. Бұндай жағдайлар бірінші рет емес, бірнеше рет бұндай туған күн емес, жай кездерде де балалар барып, өзімізде барып осындай талай бір кешіп жүрген еркектердің жаңағыдай қуалап үйден сөйтіп шығарғанбыз. Жауапсыз ана балаларының алдында өзін кінәлі сезіне ме? Оның жауабы қандай болмақ? Аздаған жарнамадан соң білеміз. Жанындағы ішкендер кейде ұрып кетеді. Көзі бет аузы көрініп жүретін күндер болды. Әкесі тірі кезде әкесі өте белсенді болатын, қоғамдық жұмыстарға, мектептің шаруасына жақсы араласатын. Мен өзім ойлаған жоқпын, осындай отбасында өсіп жатыр деп. Еш уақытта қиындықтарын көрсеткен емес екі жігітте. Өзімізді қатарластар ойнап кіріп жүр ғой, бірақ біз ерте жұмысқа кірістік, үйге қараластық. Марқұм бауырымның балалары тентіреп жүр. Осылай деп студиямызға келген Амангелді Тастанов бауырлары үшін алаңдайды. Келіннің ішкілікке салынғаннан шаршадық дейді қайнаға. Енді жігіттер шешелерін аналық құқығынан айырып, кәмелет жасына толмаған қарындастарының заңды өкілі болуға бекініп отыр. Эфирде астарлы ақиқат жалғастырамыз. Ажек Ақтолқан 1-ші сыныптан мен сыныбымда оқиды. Қазір 4-ші сыныпта оқып жатырмыз. Сабақ үлгерімі жаман емес, орташа деңгейде. Сабақтан себепсіз қалмайды, тәртібі де жақсы. Әкесі тірі кезде әкесі өте белсенді болатын, қоғамдық жұмыстарға, мектептің шаруасына жақсы араласатын. Қазір енді қатысып тұрады, но бұрынғыдай емес. Ата-анасы жиналыстарға бірде келеді, бірде келмей қалады анасы. Кім келеді? Әпкесі келетін, Ақтолқынның әпкесі келіп жүрді былтырлары бері. Мамасы енді кейде жұмыста болып қалған кезде келе алмайды. Білесіз, анасының осындай жағдайда? Иә, анасының жағдайын білемін, хабардармыз, әрдайым қадағалап отырамыз. Иә, ондай ішімдік тұтынып келген сәттері өзім байқаған болды. Әпкесі бермейміз? Иә, кімнің Ақтолқынның әпкесі, мамасына бермейміз, өзім келіп алып кетемін, анасынан қазір бөлек ұстап отырмыз, өзім қарап отырмын деп айтқан. Қыз енді өзі өте пысық, тақылдап тұр, ондай бір психологиялық нелер, ауытқулар жоқ деп ойлаймын. Негізі қыз өзі өте жақсы, негізі үлгерімі де, сабаққа да белсенді. Анасының жағдайына қарамастан қыз алдыға ұмтылуда. Мәулен, енді Ақтолқынның апайы айтып отыр, сен неге жылап отырсың? Әкесінің көмектескенін білемін, қасында отырмын, сабағына қатты көмектесетін. Көңілім басып кетті. Жоқ, онда мен айтып жүрейінші, намыстан жыламын. Яғни папаң қарындасың сабағына көмектесетін, баратын, жиналыстарға баратын, мамаң мүлдем бармайды. Бармайтын көп. Әкесі марқұм жиі баратын, мына қыздың сабағына, өзі мектепке барған кездерінде де, өзі сол жиналыстарына, мектептегі жаңағы кішігірім жұмыстары болса, сондайларына, қоғамдық жұмыстарына көмектесіп, сөйтіп жүретін. Ылғи ертіп жүретін, екі қызын өзі қатты жақсы көретін. Анаңның осы жағдайы, әкеңнің жағдайы сендерді ерте есейтті деп ойламайсың ба, қалай ойлайсың? Бәлкім. Өзімізді қатарластар ойнап кіріп жүр ғой, бірақ біз ерте жұмысқа кірістік, үйге қараластық. Ондай қаңғумыз,
ішімдікке қызығушылығымыз болмаған. Бәлкім осы себептерден желкенішті ондай ортада отырыста. Мәуленнің ағасы Дәуреннің де пікірі бар екен, назар аударайықшы. Паван бар кезде басқаша болады. Не болады? Қалай болған? Үйге уайымдамайтынбыз, өзіміздің сабағымызбен жүре беретінбіз. Паван көңіл бәрін қарап отырады. Суббота воскресен келген кезде осылайша айтып беретін. Ал олай қазір қатты уайымдаймыз үйде. Нені уайымдайсың? Екі қарындасымды, інім жарайды енді. Өсіп қалған жігіт қой. Екі қарындасымды уайымдаймын. Еркегі жоқ үйге біреу кіріп кетсе тағы. Мен шаршап кеттіңдер ме аналарыңмен осылай жүрсің? Шаршап кеткенде шаршау, бірақ қыздардың болашағына уайымдаймын. Көп еркектер келеді, шыны керек, әртүрлі. Біреумен ішіп отырады, қыздар ар жақта отырады, қарындары ашып, өздері нан мен арақ ішсе болды, соған риза болып отырады. Біз келеміз, қыздар тамақтандырамыз, шығарып жібереміз, сосын жұмысқа кетеміз. Ал одан кейін қайттан кіріп аламын, оны білмейміз, байқамаймыз да. Әрге келсең әртүрлі еркектермен тұрады. Көшеге қашып кетіп шыққан кездер болған. Қыздар үйде жалғыз жүреді. Тұлнаяқта туысқан дәтелер солар айтады. Ендеше студияға Мәуленнің ағасы Дәуренді шақырайық, ол да ортамызда. Қарсы алыңыздар. Дәурен, қош келдің. Сен жасың нешеде? 20-ға. 20-да. Өзің қазір жұмыс істейсің? Қайда жұмыс істеп жатсың? Той саласында. Той саласында кім болып істеп жүрсің? Музыкант боламын. Ол той заказ болмаса официант болып шыға беремін. Жұмыс таңдамаймын. Алматы қаласында ма, жоқ әлде өзің үй жағында ма? Алматы қаласында. Біздің жақта той аз. Сол үшін көбінесе Алматы қаласы жағында, Иск қаласы бар, сол жақтарда. Жаңа енді Мәулен айтып қалды, сен айтып шаршады, сөйлескісі де келмейді деп. Сол анаң ішімдікке салынғалы тіпті үйге де көп келмейді екенсің, солай ма? Неге? Ес білгелі сол. Мен ерте естейдім ғой. Ес білгелі қосылып ішкеннен кейін көңіліңде қалады. Андай бір болады ғой. Сезім суып кетеді, аналық мейірімі жоқ. Бізде де көңіл бар, бізде де не бар. Суып кеттік. Балалық шағы жоқ. Балалық шағымызды жұмыспен өткіздік қой. Енді сен үйдің үлкенісің ғой бәрібір. Сенің артында інің отыр, екі қарындасың бар, оларға жауапкершілік бар. Оларды өсіру керек, жетілдіру керек. Оны сен өзің сезінесің ба аға ретінде? Олар үшін алаңдап уайымдайсың ба? Уайымдаймыз. Бірақ үйге бармайды екенсің. Қарындастарың үшін алаңдап оларды сағынбайсың ба? Мысалы, не істеп жатыр екен, не ішіп жатыр, не жеп жатыр деп. Жұмыстан қол босамайды көбінесе. Біздің жұмыс таңға дейін болады. Таңертең обедте басталады, таңда бітеді. Көбінесе босамаймыз. Енді мен хабарластырамын. Енді сен де Мәуленнің сөзін қоштайсың. Мүмкіндік болса, сен де аналарыңды аналық құқығын айырып, қыздарды өз тәрбиелеріңе алғың келеді. Солай ма? Бірақ енді емдететін мүмкіндік болса, емдеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді айтады ғой, әкесіз жетім ол бір жетім, шешесіз жетім ол тұл жетім дейді. Екі қыздың тұл жетім болып өскенін қаламаймын. Сондықтан емдететін мүмкіндік болса. Қазір сіз енді айтып отырсыз қаралайын деп. Бірақ шын мәнісінде көріп отырмыз, бұл жерде екі баланы екеуіңіз де қараламайсыздар. Өйткені сіз жұмыстасыз, сіз үйге келмейсіз. Сонда екі бала кіммен қарады? Айтқанда сұрақ үлкен. Мен қараймын деп отырсыз ғой. Бірақ шын мәнісінде келгенде сіздер қаралмайсыздар. Оны айту керек шынында. Осы жерде бір нәрсені айтқым келеді. Бауырысыз ғой енді, бауырыңыздың балдары. Сіз осы екі бала қамқор болуға дайынсыз ба? Дайынбыз, Жоқ, кішкентай балаларға. Дайынбыз. Дайынсыз ба? Онда сіздерге баланы беріп, аналық құқығын шектеп, баланы мына кісілерге бауырына беру керек. Жоқ, енді бұл жерде айтып отыр ғой Дәурен мен Мәулен.
қазір сөзіне дұрыс айтты, шешесі жетім, тұл жетім деп тұр. Мүмкін жаңағыдай дәуренді қандай керемет азаматтар отыра алды. Мен айтып жатқаным уақытша нәрсе да. Уақытша сіздер өсем деген. Жоқ, анасының құқығынан айырылса қайтып келмейді ғой. Ертең бұл уақыт өтер, егер анасы жақсылап тұрып емделсе, жігіттерге ана мүмкін сол кезде түсініп, екі жігіттің көзінен жас шықпайтын шығар деп тұр. Анасы деген балалары қалмайтын, қараусыз қалмайтын біліп, әптен сол еркелікке салынып алған сияқты. Ішіп кете берем, оның ағасы келеді, немесе жаңағы туысқанның қызы келеді, одан қалса екі бала бар деп, мүмкін ендігі кезекте емделіп жатса, бәрі түзелер деген ойдамын. Жеңіскүл ханым, жігіттер сізден бірнеше рет көмек сұраған екен, иә? Ол бұл жағдаймен жақсы таныссыз. Ау? Бұл жағдаймен жақсы таныссыз. Иә, екі жігіттерді мен жақсы танимын. Екі жігітті мен өзім ойлаған жоқпын, осындай отбасында өсіп жатыр деп. Еш уақытта қиындықтарын көрсеткен емес екі жігітте. Соны аяқ астынан Мәулен деген спортқа барады, Дәурен туризмді бітіріп ойнап күліп жүрген балалар. Күндердің күнде жаңағыдай бір жағдаймен сөйлесіп қалып, Мәулен екеуміз. Сол кезде білдім, өзім таңғалдым. Қазір тәрбие беріп жатқан балалардың өз тәрбиесі болып жатқан заман ғой. Енді мен өзім қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ішінде осы педофилдермен көп жұмыс жасаймын, сондай зор ағалары мынандай қарындастарын уайымдап жылап отыру, ол үлкен деген ерлік. Мен қазір басым иемін сендерге. Сендермен бірге біздің де іште жүрегіміз деген ауырып, біз жылап отырмыз. Аздаған жарнамадан кейін балалардың анасы Мәншүк Қыстықбаева студияға келеді. Оның айтары не? Бірге білеміз, экраннан алыстамаңыздар.